Биылғы оқу жылы көп оқушы үшін ерекше болмақ. Өйткені білім беру саласы реформаланып жатыр. Сәйкесінше өзгерістер бар. Бүгін ел бойынша алғаш мектеп табалдырығын аттаған 380 мыңнан астам оқушы осы өзгерістердің куәгерлері болмақ. Оларда не күтеді? Жаңа оқу жылының жаңалықтары жайында Айдана Үсенбай. Әліппе. Талай толқынды үйреткен әріпке. Кезінде сіз де, біз де осы кітаппен алғаш сауат ашқан едік. Алайда енді оны тек мектеп мұрағаттарынан таба аламыз. Өйткені биылдан бастап балғындар әріпті әліппеден емес, сауат ашудан таниды. Мұндай өзгеріс тек ана тілін үйретуге қатысты емес, барлық пәндерге енгізілді. Білім саласы білім берудің бірыңғай жүйесіне көшеді. Өйткені бірден емес сатылай жаңа бағдарламамен оқуды әуелі бірінші сынып оқушылары бастайды. Олар үшін арнайы оқулықтар әзірленді. Барлық оқулықтар сынақтан өтті. Осы 15-16 оқу жылы. Сынақтан өткеннен кейін бұл оқулықтарды сол сынақ нәтижесі бойынша пәндік комиссиялардың және республикалық комиссиялардың қарауына берілді. Сол пәндік комиссиялардың ұйғарымымен, республикалық комиссияның шешімімен бұл оқулықтар бірінші сыныпқа пайдалануға ұсынылды. Мамандар бағдарламаны бір пән, бір оқулық қағидасымен түзді. Яғни баламалы оқулық деген енді болмайды. Жаңа жүйедегі тағы бір ерекшелік кітаптардағы мәтіндердің барынша қысқарғандығы. Бағдарламада басымдық безендіру жағына берілді. Осы арқылы баланың есте сақтау қабілетін арттырып, оның пәнге деген қызығушылығын тудырамыз дейді мамандар. Әр кітаптың салмағын мүмкіндігінше азайту да есепке алынды. Жаңа оқулықтардың мұқабасы барынша жұқартылған. Биылғы оқу жылының тағы бір жаңалығы күнделік KZ порталы бүгіннен бастап барлық мектептерде іске қосылады. Ол әр ата-анаға баласының оқу үлгерімін бақылауына мүмкіндік береді. Портал тек оқушыны қадағалау құралы емес, ұстаздарға да мол көмек. Өйткені журнал толтыру, жылдық баға қою, түлектердің оқу үлгеріміне статистика жүргізу ісінің бәрі автоматтандырылмақ. Күнделік KZ позволяет решать. Күнделік жүйесі арқылы ата-ана баласының қай пәннен қандай баға алғанын бақылай алады. Сонымен қатар оқушының сабақ кестесімен танысуға, оған берілген тапсырмалардың тізімін көруге мүмкіндік беретін қосымша функциялар да бар. Бумажное бремя. Жаңа оқу жылы тек бастауыш сынып емес, мектеп бітіргелі отырған кей оқушылар үшін де ерекше болмақ. Мәселен, биылдан бастап Назарбаев зияткерлік мектептерін бітірген түлектер де ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырады. Осыған дейін олар мектеп мұғалімдері мен шетелдік сарапшылар дайындаған халықаралық емтихан негізінде ғана жоғарғы оқу орындарына түсіп келген еді. Айдана Үсенбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.